жалпы білесіңдер, сақа, асық бұл біздің қазақ халқының ұлттық мұрасы, ұлттық құндылықтарының бірі болып табылады. Енді біз ұлы Абай атамыз айтқандай, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол дейді. Сол осы асық бол сөзін қосып, бір-бірімізге тілек айтайық. Тілекті мен бастайын. Менің Дінмұхамедке айтатын тілегіме Алтайдың қазынасындай мол білім жинауға асық бол. Каспий теңізіндей кең пейілді асық бол. Болуға асық бол, иә? Амазонкадай мол несібері болуға асық бол. Қандай білімің терең толмай болуға асық бол. Шоқандай білімге құштарлық білімің болуға. Өткенге шолу жасайық, иә? Қазір мына жерде рандом әдісі арқылы үй тапсырмасына қайталау жүргіземіз, иә? Балалар, біз негізі байқап отырсыңдар ма, мен мына жерде неге білім керуенін қойып қойдым. Бүгін сендермен біз білім керуеніне білім керуенімен саяхатқа аттанамыз, иә? Қазақстанда алғашқы халық санағы 1999 жылы. Демографиялық дегенімізде демографиялық дағдарыс бұл халық санының күрделі кетуі. Халық санын анықтау қандай тәсілдермен жүргізіледі? Халық санын анықтау ұйымдастыру мен ағымдық санақ тәсілдері арқылы жүргізіледі. Енді балалар, білімге толы қоржынмен жаңа білімге саяхат жасаймыз. Жаңа білімге саяхат жасамас бұрын сендермен бірінші топқа қойайық. Қазір келеміз, мына жерден қазақ әдісімен топқа бөлеміз. Үшінші топ әртүрлі ұдайы өсу тобы, иә? Сол кездерге бөлінесіздер. 1, 2, 3 деген санмен. Жақсы, ал бастаймыз. Енді балалар, біз сендермен бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын пазл әдісі арқылы анықтап алайық. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбын жақсы. Оларыңызша түгелдей кітап дәптерімізді ашамыз, түгелдей жаңа тақырып дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз, жаңа тақырыпты жазамыз. Параграф 33, 151 бет ұдайы өсудің түрлері. Сонымен балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ұдайы өсудің түрлері. Бүгінгі сабақтың мақсаты дүниежүзі елдері халықтың ұдайы өсу түрі бойынша жіктейді екен. Жіктейміз. Жалпы балалар, міне, сонымен жаңа білімге саяхат қаттығы керуені бойынша. Қазір дәптерлерімді ашып, бейнероликті тыңдаймыз, бейнеролик тыңдап, өздеріне керек жерлерінде түртіп, дәптерге жазып отырамыз. Мұндай құбылыс депопуляция деп аталады. Бұл тек көліне дамыған елдерде. Халықтың ұдайы өсуінің екінші түрі демографиялық тіркеу немесе дәстүрлі кеңейтілген ұдайы өсу деп аталады. Бұл текте бала туу көрсеткіші өте жоғары. Жалпы балалар, халықтың ұдайы өсуін сипаттау үшін екі көрсеткіш пайдаланады екен. Біреуі абсолютті көрсеткіштер. Оған не жатады? Бізде абсолютті көрсеткіштер дейміз. Оған табиғи өсім ол туу мен өлімнің айырмасынан шығады. Сондай абсолютті көрсеткіштер механикалық өсім, көшіп келу мен көшпейтіндер арасындағы айырманы көрсетеді екен. Келесі салыстырмалы көрсеткіштер пайдаланады. Яғни салыстырмалы көрсеткіштер дегеніміз не? Халықтың ұдайы өсуінің 100% немесе 1000 промилле адамға шаққандағы коэффициенттер түрінде болады. Әдетте демографияда 1000 адамға шаққандағы көрсеткіштер промилле жиі қолданылады. Балалар, ұдайы өсудің типтері бүгінгі негізгі тақырыбымыздың. Сонымен ұдайы өсудің 3 типі бар екен. Дәстүрлі типі, қазіргі типі және өтпелі типі. Қазір енді тапсырма орындаймыз. Мәтінмен жұмыс балалар оқулықтағы 33-ші параграфты пайдаланасыңдар. Соны мәтінді оқи отырып, бірінші топқа демографиялық мына жерде тұрған дағдарыс, қазір арнайы сұрақтар беремін мына жерде. Жүйе арқылы содан кейін сұрақтарға қазір жауап бере беріңдер, өздері ақылдасып, содан кейін тақта ашып жүйемен жауаптарын тексереміз. Келесі топқа демографиялық ұдайы өсуі бізде дүмпу. Бұнда бізде фрайер моделі арқылы, міне балалар қараңдар, фрайер моделі міне арнайы қандай екенін көрсетіп қойдым, қандай әдіс екенін, сол бойынша мына постерді толтырасыңдар. Келесі үшінші
topqa, ya'ni kelesi Forbes әдісі бойынша сендерге де сұрақтарын жазып қойдым. Forbes әдісі сол бойынша өздеріңнің тақырыптарын толтырасыңдар, иә? Уақыт шектеуі қоямыз, уақытқа таймер қойып қоямыз. Сендерге мына жерде барлығына орта 5 минутта ақылдасып жұмыстар жасағанша. Удай өсу түрінде тур көрсеткіші төмен болады. Қандай удай дұрыстап болдыңыз, тақырыптар сендерге Қазіргі заманғы немесе демографиялық дағдарыс деп атаймыз. Неліктен табиғи өсім төмен немесе теріс мәнге ие болады? Туу көрсеткіші. Бірінші сұрақ, бұл удай өсу түрінде туу көрсеткіш қандай болады дедіңдер, иә? Туу көрсеткіш қандай дедіңдер? Өте төмен болады дедік па? Жақсы. Енді, міне, жауабы, тексереміз жауабымызды қандай болады? Бала туу көрсеткіші өте төмен болады, отбасыларға аз бала туады, немесе мүлде бала көрмейді. Дұрыс екен? Халықтың жас құрамында қалай өзгереді? Балалар саны көп, егде адамдар аз. Ой, көп. Жауабы, еттім де әтінейді екен. Халықтың қартаюы байқалады, дұрыс егде адамдар көп деп тұр, егде жастағы адамдардың 60 жас үлесі артады, 60 жастан. Ал балалар мен жастар үлесі азаяды. Жақсы. Дәстүрлі ұдайы өсу. Демократиялық өсу дегеніміз халықтың саны көбеюі. Бұл ұдайы өсу түрлеріне өлім мен туу көрсеткіштері қалай өзгереді? Туу мен өлімнің жоғары болуы. Демографиялық өсу. Бұл ұдайы өсу түріне тән елдер айтылады. Ұдайы өсу түріне Ангола, Чад. Тыңдаймыз топтар бір-бірімізді. оңтүстік Судан біз ұдайы өсу тобымыз және біз Forbes әдісі арқылы өз ойымызды төрт сөйлеммен жеткіздік. Менің ойымша ұдайы өсу әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсарған халықтарды қамтиды. Себебі бұл кетпе өлім азайды. Туу жоғары және адамдардың өмір жасы жыл сайын артып келуде. Біз мұны осы фактпен дәлелдей аламыз. Өтпелі ұдайы өсу типінде басқа типтерге қарағанда туу жоғары, ал өлім аз және табиғи өсім тең дәрежеде. Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. 20 ғасырдың соңында Египет, Алжир және Танзания сияқты ұдайы өсу типіндегі елдерде халық саны өсті. Балалар, келесі тапсырма енді осы бүгінгі тақырып бойынша глоссариймен жұмыс, жаңа сөздер, терминдермен жұмыс жасаймыз. Үш түрлі әдіспен әр топқа мен қазір әртүрлі тапсырма беремін балалар. Спираль әдісі арқылы анықтамадағы мәтін түрінде берілген, соны анықтамасын табасыңдар. Соңғы фонар әдісі бойынша қазір формулалы жазылған, соны тауып түсіндіреді. Ал үшінші келесі топ сәйкестендіру әдісі арқылы мына жерде геобілім сайтымен жұмыс жасайды. Табиғи өсім қалай есептелген? Өтпелі ұдайы өсу кезінде не өзгереді? Қай аймақтарда қазіргі заманғы ұдайы өсу басым? Нәтиже 10-8, екі сұрақтары қатер. 8 сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Екі сұрақты қайтадан қараймыз. Жақсы, отыра қойыңдар. Коэффициенте табиғи өсім мен механикалық байланысқан болды. Біріншісі бізде туу коэффициентінің формуласы, яғни жыл ішіндегі туғандардың халық санына қатынасымен мыңға қойдық. Иммигранттар, яғни көшіп келгендердің халық санына қатынасы. Дамушы елдердегі дәстүрлі ұдайы өсудің соңғы 10 жылдықтардағы өзгерістеріне байланысты қалыптасқан. Бұл елдерде соңғы жылдары халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайының жақсаруына байланысты өлім азайған, бірақ туу жоғары деңгейде қалып отыр. Бұл ұдайы өсудің өтпелі типінің сипаттамасы. Одан өлім артып кетуіне байланысты халық санының азайып кетуі бұл үдеріс. Шығыс Европа елдерінде бұл күшті байқалады. Қандай? Депопуляциялық Депопуляция. Депопуляция жақсы. Келесі Иммигранттар мен эмигранттар арасында айырма абсолюттік демографиялық
so'ng'isi Xitoydir, ikkinchi o'rinda Hindiston, uchinchi o'rinda AQSh, to'rtinchi o'rinda Indoneziya, beshinchi Санының азайту себептері. Бірінші мемлекет Жапония. Жапония туу деңгейі өте төмен болғандықтан халықтың қартаюды көреді. Сондықтан да оның халық санағы азаяды. Келесі Болгария. Болгарияда бізде иммиграция өлімнің жоғары болуы. Үшінші Латвия. Латвия бізде балдыр елдері не жатады. Жастардың шетелге көшуі, туу төмендігі. Балалар, енді келесі тапсырма. Есеп шығару әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Бұл жұптық тапсырма балалар. Ал жер өтпелі ұдайы өсу типіне жатады. Табиғи өсім коэффициенті 17 шығады. Чехия қазіргі заманның типіне жатады. Ұдайы өсім қазіргі заманына жатады. Табиғи өсім коэффициенті -2%. Келесі Польша ұдайы өсудің типі қазіргі заманғы. Табиғи өсім коэффициенті -4%. келесі. Малайзия табиғи өсім коэффициенті 7, туу мен өлім коэффициенті азайтқанда 7 шығады. Ұдайы өсудің типі өтпелі. Балалар, кедергілерді еңсеру тапсырмасы викторина әдісі арқылы қазір мына жерге келіп онлайн тапсырма айтамыз. Осы сұрақтарға жауап береміз, е? Табиғи өсім қалай анықталады? Кім келеді? Кім келеді? Нұрал келеді. Табиғи өсім қалай анықталады? Тез басамыз, е? Табиғи өсім. Өтпелі тип неге аралық кезек деп аталады? Бізде сұрағымыз қай елге демографиялық дағдарысқа жатады? Асықтардың әдістерін асық бойынша бағалайсыздар деді. Ең соңындағы бағалауларында мына жердегі асық аттарыңды жазып, өздерін бағалап бересіңдер. Содан кейін кері байланысты мына жерге жазасыңдар. Кері байланыс береміз міндетті түрде. Балалар жақсы, бағалауларымен кері байланыстарында көрдік. Енді әрбір топтан бір-бір бала өздерінде не үшін солай бағалатындар, кері байланыс бере кетсеңдер. Так, мына топтан кім айтады? Алмасың. Алмасы, өзің не үшін бағаладың, не үшін бағаладың олай? Мен сұраққа бағаладым. Мен сабаққа өте белсенді қатысып, көптеген сұрақтарға жауап бердім. Жақсы, жарайсың. Мен сабақта кері байланысым жақсы деп ойлаймын. Себебі мен сұрақтарға жауап бердім. Жақсы түсіндім сабақты. Өзімді 10 балға бағаладым. Соған аяқтап. Әрбір дискриптор бойынша жинадыңдар ғой енді балалар, сонда шығып тұрғаны 10 балл. Жақсы балалар, енді осымен сабағымыз аяқталды.